Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тауық филесі және лаваштың көмегімен ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауық филесін маринадтап аламыз. Тура видеодағыдай осылай кесіп аламыз, толықтай кеспей, арасына салмасын салуға ыңғайлы қылып, осылай кесіп аламыз. Кесіп дайындап алған соң үстінен тұз қалауларынша, одан соң чеснок және де соевый соус қосамыз. Әбден араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Барлық ингредиентті толықтай астына жазып кететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, орташа үлкендіктегі кабачки тура видеодағыдай осылай турап аламыз. Одан соң помидорымыз турап аламыз. Сырымызды тура видеодағыдай осылай турап аламыз, немесе теркадан өткізуге болады. Одан соң пергамент қағазымызды төсеп, үстінен лавашымызды, яғни орналастырып, қайық тәріздес пішін жасаймыз. Сіздер бір лаваш немесе екі лаваштың көмегімен жасасаңыздар болады. Тура видеодағыдай екі шетін зубочистканың көмегімен бекітіп аламыз. Тездетіп жасап аламыз, шама келгенше, өйткені лаваш тез кеуіп, қатып сынып кетуі мүмкін. Тура видеодағыдай осылай тауық филесін орналастырып аламыз. Тура видеодағыдай арасына кабачки және помидорларды осылай орналастырып аламыз. Арасына сыр салып шығамыз. Айналасына жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осымен тауық филесінің көмегімен дайындалған ерекше тағамымыз 40-45 минут шамасында 170 градуста электронды пеште пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.